Қайырлы күн, бүгін сіздерге зиянды тағамдардың 4 фактын айтатын боламыз. Бірінші факт – тәттілер. Ғалымдар тағамның құрамында қанттың көп болуы терінің тез қартаюына әкелетінін анықтады. Дастарханға тәттілерді қолдануға болады, егер сіз құрамында тек какао бар, ащы шоколадты қолдансаңыз. Көп мөлшерде тәтті жеу энергияның жеткіліксіз екендігінің айқын белгісі. Әсіресе ұзақ еңбек еткеннен немесе стресстен кейін. Қан қысымы мен жүрек соғу жылдамдығын арттыратын инсулиннің деңгейін көтереді. Екінші факт – тұз. Тұзды көп мөлшерде қолдану бауыр, бүйрек, жүрек ауруларына әкеліп соғады. Тағамды үнемі тұздап жеу дәм сезу рецепторларының сезімталдығын басып, соның себебінен табиғи тағам дәмсіз көрінуі мүмкін. Тұзды көп қолдану адамды оқыс өлімге итермелеуі ықтимал. Адам ағзасында күн сайын тамақ арқылы орташа есеппен 10-15 граммдай ас тұзы сіңіріледі. Тұз қорытылмайды және ағзаға сіңбейді. Оның қоректік қасиеті жоқ, құрамында витаминдер болмайды. Үшінші факт – шұжық. Жақында әжетхана қағазынан халал деген белгіні оқып жағамды ұстадым. Ал колбасаны мүмкіндік болса жемеген дұрыс деп санаймын. Ол ас халал болуы үшін оған пайдаланылған дәмдеуіштер, су, ет, май, сол жердегі қызметкерлер бәрі адал болуы керек. Егер бұның бәрі орындалса, ол товардың бағасы аспанға шығып кетер еді. Шұжықтың 20% ғана ет және еттің сапасы төмен. Қосымша өнімдер көп. Қалғаны май, соя, крахмал, желатин, бояғыш заттар. Шұжық сатып алмас бұрын су мен крахмалға ақша төлеуге тұрарлық па, жоқ па тағы бір рет ойланған жөн. Төртінші факт – майонез. Ең танымал соустардың бірі. Дастарханда майонезсіз елестету мүмкін болмай қалды. Майонезді ыстық тағамға, сорпаларға қосуға болмайды. Ол адам ағзасын әлсіретіп, жүректі айнытады, бас ауыртып, көз жанарын нашарлатады. Диетамен тамақтанатын адамдарға тіпті кері әсерін беруі мүмкін. Сондықтан майонезді аса сақтықпен таңдаған жөн. Егер сізге бүгінгі факт ұнаса, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыз.